Қазақстандық танымал ММА жауынгері Арман Оспановтың Америкадағы дебюті UFC'де емес, Professional Fighter League, яғни PFL-де өтетіндігін осыдан біраз уақыт бұрын айтқан едік. Басында сұңқар француз жауынгері Энтони Дизимен шығады делінген еді. Алайда лига басшылары өз ойларынан айнып, қазақ жауынгеріне өте мықты қарсыласты беріп отыр. Енді ол UFC-дің экс-файтері американдық Крис Уэйдпен шығады. Бұл спортшы кім? Қандай жетістіктер бар? Дәл қазір осы тұрғыда сөз қозғайтын боламыз. Жалпы Арман ПФЛ лигасында баяғыда өтіп қоятын еді. Бұл тарих естеріңізде шығар. Ол кезде лига Высох деп аталатын. Арман енді міне Америкаға өтемін деп тұрғанда кім екендігі белгісіз бір тараптан Оспанов допинг дауына тап болды деген өсек тарап лига қазақтан бас тартқан еді. Бұл тарих сол күйі жабық қазан астында қала берді. Ол кезде Арманға кім кедергі келтірді? Не үшін ол жағы беймәлім? Бір анығы тура сол уақытта ол Алаш Прайдтан аздаған шумен кетіп жатқан сәті болатын. 33 жасар Уэйд Американың кішігірім Роквилл Центр қаласында туып өскен. Ес білгелі күрес, бразилиялық джиу-джитсу, кикбоксинг секілді спортпен айналысқан. Ол қазір джиу-джитсудан көк белбеу иегері. Аралас жекпе-жекте де осы спорттағы машықтарын жиі қолданады. Көбіне қарсыластарын қылқындырып ұтады. Кәсіби ММА-дағы мансабын 2011 жылы бастаған. 2013 жылы Крис ПФЛ-да дебютін өткізді, бірақ бірден төрешілер шешімімен Азамат Дуглубовқа ұтылып қалдады. Сосын 2014 жылы Rock Promotion'ына келіп, 5 айда 2 жеңіске қол жеткізгеннен соң, осының артын ала UFC-дің көзіне түсіп қатарларын өтеді. Сол жылы UFC 177 турнирінде дебютін өткізіп, Кейн Каризосты қылқындырып ұтады. Сосын Қытай өкілі Джан Лейпенді де төрешілер шешімімен жеңген. Үшінші сында ол Кристос Гиагоспен октагонды бөлісіп, мұнда да төрешілер шешімімен жеңіске жеткен. 2016 жылы Крис ирандық Бенейл Дариуштың жарақатына байланысты Майырбек Тайсумовпен төбелесуі қажет болатын. Бірақ бұл сында орын алмады. Сосын ол француз Мехди Багдадты қылқындырды. Бірақ ресейліктерден ол ешқайда қаша алған жоқ. 2016 жылдың мамырында ол Рустам Хабиловтан шешіммен ұтылды. Уэйд қыркүйекте Ислам Махачевпен де октагонды бөліскен. Мұнда да төрешілер шешіммен ғана ұтылып қалды. Ал 2017 жылы Фрэнки Пересті ұтып, UFC-дегі жорғын аяқтайды. Міне көріп отырғандарыңыздай, Крис Уэйд өте мықты. Тек дағыстандық еркін күрес шеберлеріне ұпай санымен жол берді демесеңіз, қалғандарын түгелдей жайпап отырған. 2018 жылдан бері ол тек ПФЛ-да төбелесіп жүр. Қаласа UFC-ге де оны алар еді. Бірақ американдық осы лигада өзін еркін сезінетін секілді. Соңғы рет ол сәуір айында Энтони Дизиді ұтты. Енді міне Арманда лигада қарсы алмақ. Крис 6 рет қана ұтылған, бірақ оның бірде-бірінде қарсыласынан мезгілінен бұрын ұтылып көрмеген. Тек төрешілер ғана жеңімпазданықтап отырған. Стилистика жағынан Уэйд Арман үшін өте ыңғайсыз қарсылас. Арман аяқта тұрып, жарқын төбелесуді қалайды. Ал қарсыласы грэплер, көбіне партерде жұмыс жасағанды ұнатады. Ал болмаса клинчке жатып алады. Сондықтан шыдамдылық маңызды фактор болуы ғажап емес. Оспановтың дебюті 10 маусым күні ПФЛ 4 турнирінде Атлантик Сити қаласында орын алады. Бейнематериал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.